Қаржаубайды қамау керек. Қылмыстық іс бойынша Қаржаубай қамалу керек. Осыны провоцировать етіп, осы өлімге баласын алып келген Қаржаубай. Шерзаттың өліміне әкесі кінәлі дейді. Айналайын Әлқожа көке, сізді білеміз, халық үшін шырылдап, жоғарға қарсы сөйлеп жүргендеріңізді. Бірақ мына айтқаныңыз дұрыс болмады. Есі дұрыс адам бұндай нәрсе айтады деп ойламаймын. Соған қарағанда көп ақша берген сияқты. Жарайды, әкесі бірінші бастасын, Шерзат бастаса да, соншалықты солай қорлап өлтіруге бола ма? Бір адам, екі адам емес, 10 адам жабылып, видеода бәрі көріп отыр. Бүкіл халық шулап отыр. Не деген оңбағандық. Нағыз хайуанның, иттің тірлігі деп. Адам болғаннан кейін түсініспеушілік болып қалады, ерегіс деген нәрсе да. Бірақ соншалықты ата-анасының көзінше жабылып, аямай соққыға жыққан деген нәрсе өте дұрыс емес деп ойлаймын. Қай жағынан алғанда да. Сол үшін наоборот, солардың дұрыс жазалануына, әділ шешім шығаруына, келесіде ондай әділетсіздік болмауына амал әрекет жасайық та. Сосын қылмыскерлердің сөзін сөйлеп, соларды жақтап жүрген, соларды ақтап жүрген адамдардікі ағасы, көкесі болса да дұрыс емес деп ойлаймын. Менің балам немесе бауырым сондай нәрсе істейтін болса, лайықты жазасын алуға мен наоборот ат салысатын едім. Сосын Әлқожа көке, сізді көбісі айтып жатыр. Ақша үшін жүретін адам, ақша үшін сөйлейтін адам деп. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Халық бекерден бекер айтып жатқан жоқ. Бірақ қанша ақша берсе де, мына айтқаныңыз, істеп жүргеніңіз дұрыс емес деп ойлаймын. Жан Ахмадиев неге Талғардағы жағдайға қатысты сөйлемей, үндемей отыр десем, мен көрмей жүр екенмін ғой. Қаншама нәрселер айтып, амал әрекет жасап жатыр да. Сол үшін риза болдым ол жігітке. Алла разы болсын. Оған да қастандық, әділетсіздіктер жасалуы мүмкін. Сол үшін қазақ елі баршамыз сондай әділдік үшін сөйлеп жүрген адамдарды қолдайық.